Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі дайындайтын тамағымыз асқабақ сорпасы. Ыдысымызды отқа қоямыз. Аздап май құйып, қызған майдың үстіне жуамызды саламыз. Жуамыз күйіп кетпес үшін араластырып, оның үстіне бір штук чесногымызды саламыз. Одан кейін сәбізіміз бен картофелімізді және оған қоса асқабағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араласып болғаннан кейін оған қайнаған суымыздан құйып, барлық салмамыз суда батып тұруы қажет. Аздаған шымшым тұз қосуларыңызға болады, дәміне қарай. Одан кейін пісіп тұрған салмамызды блендермен езіп аламыз. Одан кейін 100 граммдай кілеге қосамыз. Кілегейімізді құйып, барлығын жақсылап араластырып, 5 минут отта қалдырамыз. Мінекей сорпамыз дайын. Ас болсын барлықтарыңызға. Пісірулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Салманың барлығы қолжетімді бағада.